Бұл жігіт 18 сағат аралығында 24 банка энергетикалық сусын ішіп, жедел жәрдем көлігімен ауруханаға түседі, 1 сағаттан кейін қайтыс болады. Энергетикалық сусынды көп мөлшерде және күнделікті пайдалану ағзаға өте зиян. Рекетир фильміндегі Руслан рөліндегі Мұрат Бейсенбин деген актерді барлығымыз танитын шығармыз. Сол актер 6 жыл бойы күнделікті энергетикалық сусынды қолдануы ұйқы безі басының қатерліксіздігіне алып келген. Энергетикалық сусын құрамындағы кофеин ол тәуелділікке алып келеді. Бір энергетикалық банка ішінде 80 мг-нан 300 мг-ға дейін кофеин бар. Ол 3-4 кесе кофеге тең. Энергетикалық сусын жүрек қан тамыр жүйесіне әсер етеді. Қан қысымының жоғарылауы, тахикардия, инсульт, инфаркт, ашуланғыштық, тітіркенгіштік, ұйқысыздық. Энергетикалық сусын құрамындағы жоғарғы қант мөлшері бауыр және қант диабетіне алып келеді. Сондықтан энергетикалық сусындардан аулақ болайық. Егер де сізде шаршау, әлсіздік болатын болса, ұйқыңызды реттеп, көп мөлшерде су ішіңіз. Су энергия көзі.